Сумен жабдықтау және су бұру желілерінде авариялық жұмыстары жүргізілгеннен кейін асфальт төсемді қалпына келтіру су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшылығының қатаң бақылауында. Автомобиль жолдары мен жаяу жүргіншілер аймақтары қысқа мерзімде ретке келтіріледі. Арнайы бөлімше бірінші кезеңде бүлінген учаскеге тас төсеп, томпамдау жүргізеді. Кейіннен асфальт төсейді. Жол бойында орналасқан құдықтарда шет қалмайды. Жоғарғы жабын мен люк қақпағы шөгіп қалған жағдайларда оларды кейін асфальттау арқылы қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Барлығы жаяу жүргіншілер мен автокөлік иелеріне ыңғайлы болу үшін жасалады. Соңғы 2 күнде Отырар, Жамауов, Тәшенов, Мәделіқожа, Безделеев, Көлбаев және Цилковский көшелерінде жол жабыны қалпына келтірілді. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инженерлік желілерді жөндеу кезінде бұзылған асфальт төсемді қалпына келтіруге қатысты сұрақтар туындаған жағдайда диспетчерлік қызметке 7-708-110-21-21 WhatsApp арқылы телефон бойынша хабарласуға немесе кәсіпорынның әлеуметтік желісіндегі аккаунттарына жазуыңызды сұранамыз.